Мен Әкімғали Есқали, Қазақстан Республикасының азаматы. Мен Қытай Халық Республикасының азаматы Бекей Сейсенбайұлы 1985 айдың 8 күні Үрімжі қаласы Дабаншың районы Ақсу қыстағында дүниеге келген. Азаматтық жеке бас нөмірі 6501 21 19 85 08 08 37 11. Аталған азаматымыз 2023 жылы 2 айдың 6 күні кешкісін жергілікті орган қызметкерлерінің жасырын түрде қамаққа алып отыр. Қамаққа алу себебі орталықтың төменгі халыққа түсірген жайылым жерге берілген ақшасын сыбайлас жемқорлардың талан-таражына байланысты азаматымыз арыз көтерген. Осы арыз барысында 2019-2020 жылы 2 жыл түрмеде, ешқандай із-тоссыз, хабар-ошарсыз түрмеде, ешкіммен хабарласпай, жоғарқынға хабарласпай, жасырын түрде түрмеде отырған. Аталған азаматымыз бостандыққа шыққаннан кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қайта күрес жүргізеді. Аталған арызы ешқайда өнбейді, және жергілікті орындан осы азаматымызды қысымға алып, күнделікті ешқайда шығуына, қайда жаңағы арыз көтеруіне қатаң түрде тыйым салынады. Ақыры соның нәтижесінде 2023 жылы 2 айдың 6 күні тұтқын қалынады. Енді осы аталған азаматымызды Қытай Халық Республикасының жоғарғы орталығынан осы Үрімжі қаласы Дабаншың районы Ақсу ауылдық үкіметінің сыбайлас жемқорлығына қарсы күрес жүргізіп, осы аталған азаматымыздың бас бостандығына жауап беруін және оның амандығына жауап беруін қатаң түрде талап етемін.